Сәлем әлем, біздің әлемге қош келдіңдер. Бүгін мен сендерге влог түсіретін боламын. Влогта мен жай ғана не істегенімді түсірмеймін, қалай өзгергенімді, яғни күнімді қалай жақсылатып өзгерткім келгенін, соның барлығын көрсететін боламын. Яғни мен соңғы кездері менің барлық күндерім бір-біріне ұқсайтын болған. Яғни мен тұрам ұйықтаймын, сөйтіп менің күндерім өтіп кетті. Осылайша мен тамыз айына да келдім. Сол себепті мен қазір влогты пайдалы ақпараттармен және де қалай мен өзгергенімді естелік ретінде және де влог ретінде түсіретін боламын. Менімен бірге өзгеріңіздер. Ең бірінші мен осындай дәптер арнадым. Бұл дәптер просто 24 беттік дәптер. Бұл жерде ең бірінші бетінде мен дамуға ең байланысты заттар жаздым. Ал екінші бетінде уже осылай жазып қойдым. Қазір бәрін көрсететін боламын. Мінекей мен жазып қойдым. Бүгін мен 5:30-да тұрдым. Будильниксіз, білмеймін, еріншегімді қойын деп, ұйықтамайын деп тұрып кеттім 5:30-да. Сосын мен аффирмация жазып, сосын шүкіршілік жазып, уход жасап бастадым. Негізінде мен 10:30-да және де 10-дарда тұратынмын. Ал қазір 5:30-да тұрдым. Бүгіннен бастап тұрамын деп ойлаймын енді. Мінекей бояп қойдым. Барлығын. Мына жерде маған ұнамай тұр. Яғни мына жерде мен бояп қойдым, бүлдіріп алдым. Осын болған басқа тәртіп қойдым жоспарлар. Мінекей оқып алсаңыздар болады. Осылардың бәрін істейтін боламын. Қазір мен енді мынау кітап оқу және де спорт және де пайдалы ақпарат қана қалды. Мен шүкіршілікті 2 рет жазып жіберіпті. Мен кітапты оқимын, сосын пайдалы ақпаратын дәптермен жазамын. Және де сол жерде мен жазған кезде мен жазуымды әдемілеуге тырысатын боламын. Сонда мен 3 жоспарды бірден орындайтын боламын. Мен пайдалы ақпарат жазып алдым кітаптан, бірақ маған өзімнің жазуым вообще ұнамай тұр. Яғни түзелгенде жоқ. Ертеңгі тамаққа мен шай жеймін, сосын май, сосын кешегі пирог жеймін. Мына пирожный печеньені жеймін. Тамақ жеген кезде менде вообще pp анау-мынау деген жоқ. Шашымды жуып алдым, сосын осы Оленің спрейін жағамын. Мен бірақта күнде жақпаймын Оленің спрейін. Менің шашым өте қатты жұқа. Вот. Міне, өте қатты жұқа шаш. Менде сол үшін мен первый раз бір ютубтан бір лайфхак көрдім. Қалай шашты қалыңдатуға болатын жайлы. Сол жерде жұмыртқа жағу керек деп жазылып тұрған.
соны мен орындап көрейін деп. Мен мына жерде шашым қатты таралмаған. Сол. Әрине видеода өте қатты қалың сияқты көрінеді. Бірақ шашым өте қатты жұқа. Меніңше қазір видео түсіру және де сурет салу және де тренажер заказ беру ғана қалды. Осы 3 жоспар және де спорт қалды. Істелмей қалатын сияқты. Мінекей мен бір планымды орындадым. Бұл бізде сурет салу, яғни қазір мен уже қонақтан келдім. Мен суретімді салып алдым. Қазір мен наклейка жасайтын боламын. Қазір көретін боласыздар. В общем, осылай әдемілеп қойдым. Осы наклейкаларды өздерің жасауға болады. Өте қатты ыңғайлы. Вот. Осымен біздің видеомыз соңына дейін жетті. Сіздерге осы видео ұнаса лайк басып, подписаться етіп, және де колокольчикті басып ұмытпаңыздар, және де міндетті түрде комментарияға тағы да қандай видеолар түсіремін, соны жазып кетіңіздер. Және де маған сұрақтар болса, сол сұрақтарыңызды жазуға міндетті түрде кеңес беремін. Егер де сіздерге осы видео қызықты болса, сохраните етіп алыңыздар, достарыңызға жіберіп те алыңыздар. Всем пока!